Құрметті тыңдармандар, бүгін біз орта ғасырлық 14 ғасырда өмір сүрген Ибн Халдунның Мұқаддима атты кітабынан қосымша сабақтар жүргіземіз. Мұқаддима кітабы бұл орта ғасырдағы барша ғылымдарды өз бойына жинаған, атап айтқанда тарих ғылымы, географиялық ерекшеліктер, мысалы климаттық ерекшеліктердің әртүрлі өркениеттерге әсері, ықпалы туралы тұжырымдар және әлеуметтану ғылымдарының бастауларын көруге болады. Одан бөлек физика ғылымындағы жердің тартылыс күші 18 ғасырда Ньютон ашты деп аталатын жердің тартылу күші осы 14 ғасырда, одан 4 ғасыр бұрын өмір сүрген осы Ибн Халдунның мұқаддимасында кездеседі. Және жердің дөңгелек екені, жердің шар тәріздес екендігі және оның экватор сызығының ерекшеліктері, тағы да басқа көптеген ғылымдарды осы кітаптан таба аламыз. Бұл кітапқа олай болатын болса, барша ғылым тарихына қызығушылар және тарих ғылымына қызығушылар, географияға қызығушылар және жалпы ғылымға қызығушылар тыңдармандарды осы сабақтарды тыңдауға шақырамыз. Сонымен қатар неге ғылым туралы айтпайсыңдар деп жүрген бауырларымызды да осы ғылым туралы түсініктер сабақтарға шақырамыз. Көптеген тұжырымдар, көптеген ерекшеліктермен танысуға сіздерді асыға күтетін боламыз. Олай болатын болса, біз мұқаддима кітабын бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Автор барша мұсылман ғалымдар сияқты еңбекті жаратушы Аллаға мақтау айтумен, пайғамбарға салауат айтумен бастаған. Бұнда ерекше барлық мұсылман ғалымдарына тән. Әл-Фарабидің кітабын қарасаңыз да, Ибн Рушдты қарасаңыз да, Ибн Синаны қарасаңыз да, Әл-Хорезмиді қарасаңыз да, мұсылман ғалымдардың барша жалпы ғалымдардың барлық еңбектерін қарайтын болсаңыз, осы жаратушыға мақтау және пайғамбарымызға салауат айтумен бастаған. Барша мақтау, мадақтау, ұлық, күш-қуат иесі болған Аллаға лайық. Жаратушы барша игіліктің, барша биліктің, барша салтанаттың иесі, барша көркем есімдер, барша көркем сипаттар Аллаға тән. Одан кейін бұның білімі туралы айтады. Алла тағалаға тән білімдер барша нәрсені қамтиды дейді. Сосын оның құдіреті туралы айтады. Құдіретін айтып болған соң, адамзаттың жаратылуы туралы. Адамзатты топырақтан жаратып және бірнеше ұлттар мен ұлыстарға бөлді. Сосын жай ғана ұлттар мен ұлыстарға бөліп қана қоймай, оларға ризық таратты дейді. Ризық несібелерін жерден оңай табатын етті дейді. Содан кейін ол ананың ішінде жатқан балаға, судың ішінде жатқан баланы да ризықтандырды. Құрғақта жүрген Алла тағала бізді аналарымыздың қарнында, су ішінде, жайлы жерде асырады және үй жайларымызды құрғақ жерде де бізді ризықтандырды дейді. Ризық несібелерімізді жеткізуді өз жауапкершілігіне алды дейді. Сосын уақыт туралы айтады. Уақыттың өтуімен біздің есейетініміз, қартаятынымыз, солайша ажалымызға жолығатынын айтады. Сосын осы мәселелердің барлығын, осы жаратушыға тән сипаттардың барлығын ол мәңгі тірі, ол ешқашан өлмейді деп. Барлығы өлгенмен ол өлмейді деген осындай жаратушыға тән сипат айтады. Содан кейін келесі мәселе, одан кейін пайғамбарға салауат айту басталады. Уассалату уассалам аля сайдина ва маулана Мұхаммад. Сосын Мұхаммад пайғамбарымызға оған салауат, Алланың сәлемі болсын деген осындай салауатпен бастайды. Сосын пайғамбар туралы айтқан кезде тек мұсылмандар ғана емес, өзге де сенімдерді қоса айтады. Мысалы, пайғамбарлығы Тәуратта баяндалып, Інжілде есімі мақталған сәйідіміз деп айтады. Содан кейін ол жаңа кітап иелері жарайды біліпті ғой, енді сол кітап арқылы біліпті ғой десе, жұлдызшылар тіпті содан жұлдызға сен хәхүн деп аталады. Сол жұлдызшылардың өзі пайғамбардың дүниеге келгенін білгендігі туралы. Сенбі, жексенбі күндері Зухал мен Құт жұлдыздарының бір-бірінен ажырауын көріп, жұлдызшылар пайғамбардың туғанын білді дейді.
тек қана кітап иелері емес, тек мұсылмандар емес, өзге сенім өкілдері де оның білгендігін туралы айтады. Сосын адамзаттан бөлек жануарлар болады. Көгершін мен өрмекші оның пайғамбарлығына куәлік берді деген сөздер айтады. Енді бұл сосын пайғамбардан кейін сахабалар туралы кетеді. Олардың пайғамбарға көмек қолын созуы, бірлесіп бір жамағат, бір күш болуын ықпал етіп, олардың дұшпандарын тоздырып жіберді. Ислам таңының жарқырап атуы, күпір тіректерінің құлауына алып келген Мұхаммад Мұстафа және оның сахабаларына салауат пен көптеген сәлемдер болсын дейді. Уассалиму касирон деген осындай сөзімен алғашқы абзасын аяқтайды. Сосын амма бa'д фа инна фәну тариху дейді. Осыдан кейін енді тарих пәніне тоқталатын болсақ дейді. Тарих бұл ұлттар мен халықтар арасында кең тараған оқиғаларды оңай түсіну үшін, кейбір оқиғаларды білу үшін арнайы талаптары бар. Тіпті қарапайым адамның өзі түсіне алатын, үйрену арқылы патшалар, ғалымдар және надандарды теңестіре алатын ғылым дейді. Яғни кім бұл ғылымды меңгерсе, осы ғылымды кім меңгерсе, көптеген жетістіктерге жетеді. Қарапайым адам ғалымдыққа жетеді, билікте жоқ адам осы ғылымды үйрену арқылы патшалыққа да қол жеткізе алатындығын ескеріп өтеді. Сосын келесі осы тарих ғылымына қатысты еңбектер туралы айтады. Олардың ерекшеліктері туралы толтырып, мәшһүр ғалымдар туралы айтады. Олардың ішінде көптеген тарих ғылымдан аты мәшһүр ислам тарихшылары өте көп. Еңбектері тарих оқиғалар жинап, олар кітаптарға жазып қалдырып келеді дейді. Сол ислам тарихына қатысты, жалпы адамзат тарихына қатысты тарихи еңбектер көп дейді. Алайда сол тарихи еңбектердің ішінде бір сараланған негізгі мәселелерге мән беру керектігін айтады. Өйткені тарихшылар алдыңғы тарихшылардың сөзіне сеніп, кейінгілерге еңбектерді жеткізе береді. Алайда өздерінің сол ақпараттардың рас немесе өтірік екендігіне өздері көп мән бермейді дейді. Сосын танымал, аса сенімді болған тарихшылар туралы айтқан кезде олардың қатарында Ибн Исхақ ат-Табари, Ибн Кальми, Мұхаммад ибн Омар ал-Вақиди, Сайф ибн Омар ал-Асади, Масғудуи сияқты көптеген тарихшылардың есімін атап өтеді. Енді қысқаша осы мұқаддима бұл енді кіріспе болып саналады. Осы кіріспенің қысқаша тоқталып өтетін болсақ, өйткені себебі бір аз уақытқа сыйдырып өтсек деген мақсатта айтатын болсақ, алдыңғы тарихшылардың көптеген кемшіліктері, олардың жіберген айтылған ақпараттың қаншалықты рас немесе өтірік екендігіне мән бермей-ақ, талдау жүргізбей-ақ кейінгілерге жеткізе бергендігі. Сосын әр елдердегі тарихшылар туралы айтады. Мысалы, мынау Хайрауан мемлекетінде әр-Рақиқ атты тарихшының бар екендігі, көптеген тарих туралы айтқан кезде көптеген елдердің табиғаты және оның халқының ерекшелігі, олардың кәсіптері туралы мәселелерге тоқталу керек екендігі туралы айта бастайды. Содан кейін ол тарихи кітаптардың тағы бір ерекшелігі соңғы кезде тым қысқа тарихи кітаптардың жазыла бастағандығын айтады. Тарихшы ол мұндай кітаптарда патшалар билік құрды мынаны жашыншы жылы деп басталатын кітаптардың бар екенін айтады. Олардың ішінде Ибн Раших деген кісінің Мизан әл-Амал деген кітабында өте абыройлы екені және соған еліктеп көптеген кітаптар. Бұндай кітаптар көбінесе билік әулеті, соның
соларға қатысты екендігін, мысалы бізде де тарих кітаптар жазылса, мемлекетті кім құрды, одан кейін кім басқарды деген сияқты мәселелер айтылады да, халықтың негізгі шаруашылығы, халыққа қатысты көп мәселелер айтылмай қалады. Сондай қысқа мазмұндағы тарих жазушылардың белең алып кеткендігін ескертіп өтеді. Негізі тарих өте терең болатындығы, халықтың жағдайы, биліктің ауысуы, биліктің баспалдақтары баршасы бірге қамтылу керек екендігін айтады. Содан кейін бұл кітапта өзінің бірнеше бөлімнен тұрады. Кітаптар үш кітаптан тұрады. Біріншісі өркениеттер және негізгі ерекшеліктері, екінші бөлімде араб тайпалары, Византия, грек, түрік, тағы көптеген қыбыты тайпаларының жайлы мәліметтер келтірілген. Сосын үшінші бөлімде өзінің өмір сүрген Мағриб аймағы дейді, Мағриб аймағының ерекшеліктері туралы тоқталып өтеді. Сонымен қатар кітаптың жазылу ерекшеліктерін тоқталады, өзінің не үшін жазғандығы. Содан кейін сөз осы кіріспенің соңында автор жаратушыдан осы еңбектің пайдалы болуын және кейінгі ұрпаққа пайдалы болуын және ертең жаратушының алдында мақталған сондай сауапқа кенелген кітап болуын Құдайдан сұрайды. Сосын жаратушыға көптеген үміт артады. Осыны жаратушы біз осы арқылы маған сауапты. Қысқаша айтқанда, бұл бүгін мұқадима кітабының біз кіріспесіне тоқталдық. Келесі жолы біз тарихтың ерекшеліктеріне туралы тағы да жалғастырамыз. Сіздер сабақтарымызға, осы өткен сабаққа қатысты, таныстыруға қатысты өз пікірлеріңізді жолдап, сұрақтарыңызды қойсаңыздар.